Қайырлы кеш, қалайсыздар? Бүгінгі карталардың хабары сізге түскендей күй қалдырса, бүгінгі хабарды соңына дейін қарағаныңыз сіздің игілігіңіз үшін. Мүмкін дәл қазір осы сөздерді сізге есту керек шығар. Жалпы бұндай ақпаратты көп қарай бергім келмейді. Алайда қазір бәрі болып жатқаннан кейін, адамдар әртүрлі ниетте болғаннан кейін ақпарат алып тұрған артық етпейді деп ойлаймын. Бүгінгі карталарға сұрақ: сіздің үйде сиқыр немесе дуа бар ма? Бүгінгі карталарға сұрақ: сіздің үйде сиқыр немесе дуа бар ма? Бұл жерде қарапайым тұрмыстық шаршау ғана көрініп тұрған жоқ. Егер соңғы кезде үйіңізде тыныштық жоғалып, береке азайып, ұсақ нәрседен жанжал шығып, немесе өзіңізді бір себепсіз қысылып жүргендей сезінсеңіз, бұған мән бергеніңіз үшін. Бұндай жасайтындардың атын атап әлдеқандай етудің қажеті жоқ. Бірақ бәріміз білеміз, жасайтындар бар. Сол себепті бүгін карталар қорғанысыңызды күшейтіп, үйіңізді дұғамен, жақсы ниетпен және тыныштықпен толтыруға шақырып тұр. Ең бастысы, қорқынышқа бой алдырмаңыз. Дұғаңызды күшейтіп, жүрегіңізді үрейден босатыңыз. Үйіңізді, өзіңізді тұзбен тазалап, тыныштықпен береке тілеңіз. Ниетіңіз таза болса, жан жағыңыз жарық. Үйіңізде, жүрегіңізде таза болады. Ал таза жарық түскен жерге қараңғылық тұрақтай алмайды. Бұл сөздердің мағынасын түсінген жанға хабар игілікке болсын.